Ештеңе етпейді, ондай болады. Енді мен осы соңғы ішкен кезімді айтайын. Мен былтырдан бері, міне қазір 1 жыл 8 ай болды, тоқтамай ішіп жатырмын. Енді былтыр көктемнен бастап негізі салмағым 68 кило болып, кәдімгідей салмақ қосқаннан кейін аурулар да шығады екен. Сөйтіп өкпемде не болды? Образование болды. Доброкачественный. Мен өзім екінші поликлиникада сол жерде тұрамын, сол жерден анализдер барын тапсырып тұрамын ғой. Содан өкпемде 1 сантиметр, 0,5 сантиметрдей болды образование. Оның кейін дәрігерлер көріп, онколог, бұны өссін, өскеннен кейін операцияға жібереміз деді. Содан кейін мына щитовидкамда да мына жерде образование, киста деді, оны да таптық, киста деді. Оны да өссін, содан кейін операция жасаймыз дейді. Содан өзім осы іштім. Қазір 2-ші жыл болды ғой, 2 жыл толып қалды. Сол образованиеден кейін біраз уақыт жарылғанын білдім. Мен гармонияны іштім, перфектаны да, смартты да бәрін ішіп жүрдім. Содан жарылды. Жарылғанын сездім бір күні. Обострение беретін білдім ғой енді. Содан жарылып, кәдімгі жерім алды дейді, қорқыта қалды. Сезе қойдым уже. Содан барып, түстім барып. Сөйтіп едім, таптаза болып шықты. Жоқ дейді. Қандай керемет. Онкологқа кіргенмін, онколог. Анада келіп сізге келгенде, мына жерінде бар еді ғой образование. Көріңізші дедім. Сөйтіп едім, ұстаттым. Мен қайда кетіп қалған? Ана компьютерде жазылып тұр ғой. Қанша не екен? Иә. Сөйтіп ұстатты. Қайда кетіп қалған деді. Ойлап білмеймін, қайда кетіп қалғанын дедім. Енді іштім, анамға деген жоқпын. Сөйтіп бір емделгенсіз ғой деймін. Иә, емделдім, емделгеннен кетіп қалды. Кетіп қалды ғой, жақсы болды деп жаңағы рахмет сізге деп жаңағы айтып бергеніңізге деп. Дәрігердің де жаңағы қопыртып қою керек қой ортада. Как будто соның арқасында не болғандай. Содан кейін жаңағы өкпемдегінде бір күні өзінен өзі жаңағы мына гармонияда сезіледі деп кім айтты маған, Нұржамал? Жаңағы бүйтіп барып, бүйтіп барып, жаңағы өкпемде бір нәрсе бүйтіп барып та жоқ не болды. Содан кейін ол неге түсейін флюорографияға деп сөйтсем, әлі уақыт болған жоқ. Бір 3-4 айдан кейін түсіңізде, сол сентябрьде түстім, августта түстім әлі өткенде. Былтыр түскен, оның қағазы бар болатын. Образование деп жаңа жазылған қағазын алып алдым да, түскенде қорқып бардым. Тұрған шығар шында тағы да деп. Сөйтем без патологии деп жазып берді. Сосын айттым, мынау қызымнан былтырғың өзіңнің қолың деп еді. Иә деп сөйтті. Мынау қазіргі беріп жатқаның, бұда сен беріп тұрсың оны. Айырмашылығы. Былтыр бар еді, мен жоқ болды демедім. Ой, аға, емделген шығарсыз, жақсы болды. Құтты болсын, жақсы болды, жақсы болды, айналайын, рахмет дедім да. Кетіп қалдым. Сөйтіп өкпемдегі де кетті. Вот соған